Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге үнсіздік деп аталатын салат түрін ұсынатын боламын. Ол үшін видеоны толық қараңыздар. Бізге қажет ірімшік, тауықтың төс еті, піскен 2 қияр, майонез және помидор қажет болады. Осындай дөңгелек ыдысымызға кальцо қойып, салатымызды жинайтын боламыз. Алдымен жуылып тазалап алынған қиярды артық бөліктерін алып тастап, бастапқы кезде дөңгелек етіп осылай тураймыз, жұқа етіп, содан кейін ұзынша күйге көшеміз. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Қасықтың көмегімен тәрелкемізге жайып саламыз біртекс етіп. Осының үстіне тұзымызды себеміз және майонезімізді жағып шығамыз. Майонезді көп салудан қажеті жоқ, жұқалап аз-аздан жақсаңыздар жеткілікті. Доскамызды тазалап алып, енді үстіне піскен етімізді ұзынша күйде турап аламыз. Бұл салатты үнсіздік деп қою себебім, үйдегі бар заттардан жасағандықтан ат қойып үлгерген жоқпын. Егер сіздерде өтімді осы салатқа сай келетін ат болса, есім бірге қояйық. Комментарий бөліміне қалдырсаңыздар, ұнап жатырса, сіздің есіміңізбен атап қалуым мүмкін. Бетіне тұз себеміз. Майонезімізді жағып шығамыз тағы да. Помидорымызды да дәл ұзынша соломка ретінде тураймыз. Жасалу жолы өте оңай, қарапайым, тез жасалатын салат түрі. Жасап көрсеңіздер өкінбейсіздер. Бетіне түгелдей жетерліктей етіп жайып шығамыз. Тұзымызды, майонезімізді жағамыз. Енді ірімшігімізді үккіштен өткіземіз жіңішке бөлігінен. Менде комо ірімшігі өте дәмді, керемет ірімшік, пайдаланып көріңіздер. Бір келкі тегіс болғанша барлығын жайып шығамыз. Салаттың дәмі өте керемет, нәзік салат. Дастарханыңыздың сәнін келтіреді, әрі әп-сәтте желініп қалатын керемет дәмді салат болып шығады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Егер менің арнам сізге пайдалы болып ұнап жатырған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Осылай етіп, енді жарты сағатқа холодильникке қойып қойсаңыздар болады. Бірақ мен холодильникке қойған жоқпын, айналасын осындай қиярдың қалған бөліктерімен әсемдеп, бірден дастарханға ұсындым. Өте керемет салат, жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Замира.